Неге Израиль бай ал көрші араб елдері кедей? Таяу шығысқа қараған адамды бір сұрақ мазалайды. Бір уыс жері бар, табиғи байлығы аз. Израиль қалайша бай мемлекетке айналды, ал мұнайға жақын орналасқан көрші араб елдерінің көбі неге кедей күйде қалды? Бұл тек діннің немесе соғыстың мәселесі емес. Бұл ойлау жүйесі, басқару тәсілі және уақытты қалай пайдаланудың айырмашылығы. Израиль неден бастады? Израиль құрылған кезде табиғи байлығы жоқ ел болды. Мұнай жоқ, газ жоқ, кең жер жоқ. Бірақ бір нәрсе болды: адам капиталы. Елге келгендердің басым бөлігі білімге, ғылымға, кәсіпке сенді. Израиль үшін ең үлкен ресурс жер емес, адам болды. Сондықтан олар ең бірінші білімге, ғылымға, технологияға, инновацияға инвестиция салды. Әскер де тек соғысу үшін емес, технология жасау мектебіне айналды. Стартаптар дәл сол әскери зертханалардан шықты. Ақыл экспорттайтын ел Израиль жер астынан байлық іздеген жоқ. Ол адамның басындағы байлықты сатуды таңдады. Бүгінде Израиль медицина, киберқауіпсіздік, ауыл шаруашылығы технологиясы, жасанды интеллект, қару өндірісі бойынша әлемдік көшбасшылардың бірі. Бұл салалар соғысқа тәуелді емес, мұнай бағасына байланбайды. Сондықтан экономика тұрақты. Ал көрші араб елдерінде не болды? Көптеген араб елдері керісінше оңай жолды таңдады. Мұнай бар, ақша бар деген түсінік қалыптасты. Мемлекет халықты емес, мұнайды асырады. Нәтижесінде білім екінші орынға қалды, жеке бизнес дамымады. Жемқорлық күшейді, билік өзгермейтін жүйеге айналды. Ақша бар, бірақ жүйе жоқ болды. Мұнай байлық емес, тәуелділік. Мұнай табыс әкеледі, бірақ ол ойлауды дамытпайды. Көп елдерде халық мемлекеттен жалақы күтетін күйге түсті. Ал мемлекет есеп бермейтін жүйеге айналды. Израильде керісінше мемлекет халыққа тәуелді. Салық төлейтін білімді азамат бар жерде билік те жауапты болады. Соғыс бәріне бірдей әсер етпейді. Израиль соғыстан күйремеді, керісінше соғысты технологияға айналдырды. Қорғаныс жүйелері, дрондар, барлау технологиялары кейін азаматтық салаға өтті. Кей араб елдерінде соғыс тек кирату ғана әкелді. Себебі дайын экономика, дайын институт болмады. Мәдениет пен көзқарас айырмашылығы: Израиль қоғамында сұрақ қою, дауласа білу, сын айту қалыпты нәрсе. Ал көптеген араб елдерінде билікті сынау қауіпті. Сын жоқ жерде даму жоқ, бәсеке жоқ жерде сапа жоқ. Қорытынды: Израиль бай болғаны үшін дамыған жоқ. Ол дамығаны үшін байыды. Ал көптеген көрші елдер байлыққа сеніп дамуды кейінге қалдырды. Табиғи ресурс елді бай қылмайды. Жүйемен ойлау бай қылады. Осындай видеолар ұнаса, арнаға жазылып, лайк басып, комментарий жазып, қолдап қойыңыз. Сіздің қолдауыңыз бізге келесі видеоларды шығаруға үлкен шабыт береді.